Мен Жамбыл облысы Байзақ ауданы әкімдігінің білім бөлімінің Берікқара орта мектебінің бірінші санаттағы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Абдыхалықова Назгүл Ғалымқызы. Білімім жоғары, еңбек өтілім 5 жыл. Білім жетілік курсынан 2013 жылы Қазақстан Республикасы педагог кадрларының біліктілігін арттырудың 3-ші базалық деңгей бағдарламасы бойынша өттім. 2010 жылдан бастап қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарында сыни тұрғыдан ойлау арқылы оқушыларды шығармашылық іс-әрекетке баулу тақырыбында жұмыс жүргізіп келемін. Әр сабағымда білім сапасын көтеру мақсатында оқытудың жаңа технологияларын, әдіс-тәсілдерін пайдаланып қызықты өткіземін. Көбіне оқушылармен топтық, жеке жұмыстар жасап, диалогтік оқытуды басшылық қыламын. Дарынды оқушылармен жеке шығармашылық топ құрып, жандандыру жұмыстарын жүргіземін. Сабақ берудегі көрнекі құралдардың барынша қолайлы, барынша жаңаша әдістерге өзгертіп отыруға көп көңіл бөлемін. Жас бала әрдайым зерек келеді. Ол өздігінен ақ кез келген нәрсенің қыр-сырын меңгеруге талпынып, тіпті үйреніп алады. Сол себепті оқушыларыма ғаламтормен жұмыс жасаудың тиімді жолдарын үйретемін. Осы уақытқа дейін жеткен жетістіктерім 2015 жылы үздік педагог байқауының аудандық үздік педагог байқауына қатысып, бірінші орын иегерімін. Және де облыста ұйымдастырылған оқу-әдістемелік кабинетінің ұйымдастыруымен өткізілген үздік авторлық бағдарламалар байқауына қатысып, 5-ші сыныпқа арналған сөз сыры, 6-ші сыныпқа арналған сөз жасамдық норма, 7-ші сыныпқа арналған сөз таптарының қолданысы атты еңбек жазып, 2-ші орын иелендім. Шәкірттерім аудандық, облыстық, республикалық деңгейде өткізілген іс-шараларда топ жарып ерекшеленіп келеді. Қазіргі сіздерге ұсынып отырған сабағым 7-ші сыныпқа арналған Listen Study үдерісі бойынша өткізілген зерттеу сабағымның тақырыбы қазақтың ұлттық музыкалық аспаптары. Бұл сыныпты зерттеу сыныбы ретінде алуымның себебі мектеп бойынша ең білім сапасы төмен сынып болғандықтан зерттеу сыныбы ретінде алдым. Саған қосымша сұрақ. Енді осы сөздердің барлығы да қандай сөздерге жатады? Білім сапасын көтеру мақсатында болған болатын. Барлығы да түсінікті қандай тіл? Жалпылама. Не деп атаймыз? Жалпылама лексика. Жалпылама лексикаға жатады екен. Өткен тақырыбымыз біздің жалпылама лексика тақырыбы болатын, иә? Енді сол кішкенелігінде жалпылама лексикаға жататын сөздердің бәрі халыққа өзінің қарапайым анықтылығымен, түсініктілігімен ерекшеленеді. Және ол әдебиет тілдің негізгі құралы болып табылады. Бәрекелді, өте дұрыс. Басқа топ тыңдадық па? Жалпылама лексиканың анықтамасын бір тілде сөйлейтін адамдардың бәрі түсінікті ортақ сөздерді жалпылама лексика деп атаймыз. Жалпылама лексика деп атаймыз. Жалпылама лексикаға тән сөздер өздерінің тура мағынасына жұмсалады. Өйткені оны малшы да, аңшы да, ғалым да, бала да, және тағы басқалар да қолданады, және оны тура мағынасында жұмсайды. Дұрыс. Тура мағынасында жұмсалады екен жалпылама лексика. Өйткені ол бір тілде сөйлейтін адамдарға түсінікті сөздер. Енді осы тақырыбымызды қорыту үшін біраз сауалымызды серпілтіп көрейік. Санжар, осы естігеннің барлығын бір жауапқа қалай біріктіруге болады? Мысалы, біз күнделікті өмірде сыныптастарымызбен де, сізбен де, өзіңізбен де жалпылама лексика арқылы сөйлесеміз. Жалпылама лексика дегеніміз ол бір тілде сөйлейтін адамдардың өзін түсініп сөйлесетін сөздер. Дүние деген моңғол тілінен енген ме, балалар? Құрылтай, жасап, ұлыс, нөкер деген сөздер моңғол тілінен. Басқа сөздердің барлығы топпен жұмыс. Бірнеше сөздер берілген балалар. Сол сөздер қай тілден екенін көрсетеміз, сәйкестендіреміз.
аймақ моңғол тілінен енген, ораза араб тілінен, бөтелке орыс тілінен, сот орыс тілінен, трактор орыс тілінен енген. Орыс тілінен енген. Сәйкестендірді. Өте дұрыс, рахат. Отырамыз. Жаңа сабақты түсіндіргеннен кейін сендер тоңазытқышқа кері байланыс жабыстырған болатынсыңдар, иә? Тағы да жаңа сабақта не білгілерің келетін? Сол сұраққа жауап ала алдыңдар ма? Егер ала алсаңдар, тоңазытқышқа қалдырып қойған стикерді үйлеріне алып кетсеңдер болады. Егер жауапқа қанағаттанбасаңдар, стикер қала берсін. Жарай ма? Келесі сабақта жұмыс жасаймыз. Ал. Кім алады? Жарайды. Мен мұны міндетті түрде оқып сендерге жауабын айтып беремін. Ал енді топ басшылары